Армысың, халықым, қалайсыңдар? Кешегі неме постыма қоса кетейін деп тұрмын. Біз рухани және мәдени майданды кешігіп қалдық па деймін. Совет үкіметі құлағанда Бәленбай журнал бар еді, солардың бәрі жабылған шығар, қазір білмеймін, кездеспейді. Жұлдыз дейтін болды, жалын дейтін болды. Бәленбай мәселені көтеріп, соның бәрі рухани көтерілуімізге себеп еді. Олардың бәрі жабылды да біз керісінше баяғыда социализмге, капитализмді өтіп кетіп жетіп едік. Сол Қазақстан дамыған деп саналатын еді. Қазір біз қайтадан средневековьеге кетіп, дін жолын көп қуалап кеттік. Абай болайды айтпаған-ау қуала жолды деп. Сондықтан кешегі нас рухани неткеніміздің себептері садақада, жаназада тосайтып нететініміз. Сосын болған тілегіңе рахмет деп тамада бірдеме дейді. Рахмет деген сөз қайтқан жерде садақада айтылмайтын зат ау деп ойлаймын. Оның орнына Алла разы болсын, Алла жарылқасын деп айтса құба-құп болады шығар деп ойлаймын. Сосын жаңа қайтқан үйдің ағайындары шығып рахмет айту оларға да дұрыс емес пе деп ойлаймын. Көңіл бөліп келгендеріңізге разымын десе жеткілікті. Ол менің ой пікірім, өзімдікі. Сондықтан ешкім нете қоймасын. Енді жаңағы киноның азығын айтайын мен. Мың бала алқам шүкір кино, бірақ кішкене келіспейді. Оның бер жағында жат, шал, келін, келинка, тағы бірдеме Бораттың ұяқ-бұяғы кино, бірақ соны біз қалпаштап керім боламыз. Мақты кино деп. Ленин айтқан, кино является важнейшим из искусств деп. Сол искусстводан біз нетіп қалдық, ақсап қалдық па деп ойлаймын. Көп сөйлемеге тырысам. Сондықтан көп сөйлегенде де тыңдамайсыңдар, аз сөйлесе де тыңдамайсыңдар. Міндетімнен құтылып, міндетсінбей ақ қояйын. Но айту парыз деп ойлаймын. Ойлана жатарсыңдар. Пікірлерің болса қосыңдар, келіспейтін жерлері болса тағы да қоса жатыңдар. Ал сөзімді немен аяқтайын? Мына баяғыда айтатын еді, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего деп. Оны қазір білер басқаша аударыпты. Кешегі тарих, бүгінгі бірдеме дейді, ұмытып қалып тұрмын қазір. Болашақ жұмбақ дейді. Ол енді сарказммен айтылған зат шығар мүмкін. Бірақ ойланатын жағдай ол. Негізгі біз кешегімізді түземесек, бүгінгіміз оң көзбен қаралмаймыз бүгінгіге. Ал ертеңге бой түзелмейміз. Сондықтан қазіргімізді түзеп, ертеңгі тарихымызды ақтап алуымыз керек. Бұрынғы ақтанбақтардан қазір ақтанбақ мүлдем көбейіп кетті. Әр ру өз батырын шығарып, өз несін етіп, батыр деген мағынаны бірінші келтіру керек. Сол баған жататын болса, бір ұруды алып, шауып алған батыр емес, біреуге бәріп күш көрсеткен батыр емес. Сондай сипаттарды
барымта дейтін сөздер бар, тағы бірдеме, соның бәрін орын-орнына қою керек. Содан кейін барып біз түзеле бастаймыз. Сөз түзелмей, салт түзелмейді, салт түзелмей, ел түзелмейді. Ал осымен аяқтайын. Айта кет, айтылмай қалған жағдайларым болса бірдемелерді қоса жатыңдар. Сау саламат болыңдар.